Мені сағындың ба? Жұбанышты айтамын да, жас 50-де ғой қазір, 50-ге толып жақында. Представьте. 50-де өзің өлеш сағынада кәм. Мен жүрмін шалым мұңға, үңкәрмейін. Қазір 50-дегі адамдар жас байқайсыздар ма? Мен есімде баяғыда 50 жасқа, атам 50 жасқа толғанда ортаға әзер алып шыққанбыз, тоз айтқызуға. Ол кезде вообще 50-дегі кісілер там үлкен көрінетін еді ғой. Ал мен ойлайтын вообще баяғыда 60-тан кейін адам өмір сүрмейтін шығар деп. Енді 50-дегі атаңды көргеннен ойлайсың ғой 60-қа жетпейтін шығар ма кісі деп бір. Бұрын 30-тағы кісілердің өздері үлкен көрінетін еді ғой, даже бар ғой. Мен есімде анамның фотосы бар, біз баламыз сол кезде мамам түскен. Сол кезде 32 жасында екен. Басында орамал, мен сонда ойлайтын мамам 50-де шығар деп бар ғой. Үлкен сияқты, қазір 32-дегі жас қыздар ғой, қазір 32-дегілер деген деп тұрғандар. Баяғыда біз мама деп жүретін едік қой, 32-дегі деп жүрді. Қазір жәкеңе қарасаң 50-ге толғын келіп кетеді бар ғой кәдімгідей. Қазір 60-тағы кісілердің өздері жас қой, кәдімгі спокойно такой бір. 70-дегілер де сондай кәдімгі киініп алып, прикол ұстап тұрады өзімен бірге. Баяғыда 70-дегі кісілер вообще білмеймін енді болды ма болған жоқ па. Заман жақсы ғой, шүкір. Заманның арқасы ғой осындай, тыныштық заманның арқасында. Бұрын қиын болды ол кісілерге. Тылда жұмыс істеді, қаншама қиындық көрді. Біз шүкір Аллаға. Осындай керемет заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Бірақ бүйтіп ойлап қарасаң бір ештеңе ұнамайтын сияқты бір түр ғой. Вроде бәрі бар, бірақ бір түр ештеңе жоқ сияқты. Вроде күшті, вроде жаман сияқты. Вроде қарнымыз тоқ, вроде аш сияқтымыз. Вроде ақша көп, вроде ақша жоқ сияқты. Сондай заман болып кетті бір түрлі. Бәріміз күліп отқан сияқтымыз. Шыққаннан кейін настроение жоқ. Бір сондай заманға, білмеймін, байқайсыздар ма өздеріңіз? Түсініксіз болып кеттік те вообще берсек. Баяғы заман емес. Қазір жәкеңдерді қарасаң, 50-де деп, біз бәріміз қазір жас көрінеміз. Өзіміздің бұрынғы 10 жыл бұрынғы фотоларымызды қараңыз. Сол кездегі түрге қарағанда қазір жас көрінеміз негізі. Шынымен үйде фотоларымызды қарасаңыздар, наоборот бұрын үлкен сияқтымыз. Әлде бұрын киіміміз үлкен болды ма, білмеймін әйтеуір. Бұрын вообще размермен киінбейтін едік қой. Өз коммерсанттар не бар, соны киіп алып жүре беретін едік. Дүкенде не сатады, соны киіп. Еще вообще балағында вообще қолында қысқартпайтын едік қой бұрын. Білмеймін қалай жүргеніміз бар ғой. Вообще швейный балақ қысқартам, қол қысқартам деген жоқ қой. Қазір обязательно бір киім алса қысқартамыз ғой бар. Ана швейныйде очетте тұрамыз кәдімгі. Әлде күннен күнге қысқартып баратырмыз ба өзіміз? Қазір 56-2 размер алсаң уже бір үлкен, қолы да үлкен, балағы да ұзын. Әлде өзі солай шығара ма қазір? Бәріміз сондай бір жас көрінеміз. Бұрынғы фотоларды қарасаң, наоборот түріміз онша емес та андай. Қазір наоборот фотоға түскен адамның шаршатып жібереміз ғой, фотоға түскен адамды. Тағы түсірші. Дұрыс шықпай қалдым, тағы түсірші. Қырымен алшы, былай дұрыстап түсірші. Алыстан алшы, жақыннан алшы деп бар ғой. Еще арықтап түсірші дейтіндер бар ғой еще берді. Сенің фигураң сондай болса, оны қалай өзгертеді енді құрсын. Еще оның отырып алып функциясымен дұрыстап, бетін былай созып, жақтарын алып, дұрыстап қоясың. Баяғыда білесіздер ғой, фотоға түсіремін деп тұрасың деп бір кадр болды, қалай шықтың, солай қаласың. На всю жизнь. Көзің жұмып қалдың ба, басқа жаққа қарап қалдың ба? Ол кезде удалить ете алмайсың ғой вообще. Ол кезде удалить еткен түріміз білесіздер ме? Фотоның бетін тырнап тастайтын едік қой, бітті болды. Негізі мына жерде мен тұрған болды дейсің, болды рахат. Қалғандардың бәрі бар, сен жоқсың, бетін тырнап тастағансың. Ананы ешқай жерде папкадан таппайсың вообще, негізі бір жақсы. Біз жігіттер жағы сондай едік қой, бір шалбар, балақынан свитерді шалбарға саласың, шалбардың балағын носкиге саласың. Қазір акасы кең кию мода, қазір кең киіп жүр. Білесіз бе, қазір жастар кең киеді, далбарақтап жүрді ғой қазір. Костюмдерін айналдырып 2 рет айналып алса да болады үстеріне. Шалбарлар ауылмен жегеден жүреді. Аяқта кроссовка, қазір костюм шалбарды кроссовкамен киеді ғой. Біздің кезінде костюм шалбарды кроссовкамен киіпсе, вообще, мынау неғып жүр дейміз ғой, күлетін едік қой. Спортивпен туфлимен киіп жүрдік қой, вообще, ол нормально. Ол кезде. Костюм шалбар кроссовкамен киген, акасы ненормальный екен ғой бұрын акасы. Шынымен ғой, вообще, спортивпен туфлимен киіп жетедік қой вообще. Біз спортивканда вообще физраға спорт қалмаймыз ғой. Спортивка керексе, қайдасың? Пойызға мінейін деп жатқанда аламыз ғой тек. Тек пойызға бір жаққа кетіп батын, спортивка аламыз. Спортпен ясап жатқан шығарды десең. Бұрын қазіргі балдан сұрасың, құрсын заман тыныш қой, неғып далбырақтатып жүрсіңдер құрсын. Дұрыстап по размеру кимейсіздер десе, мода дейді. Акасы біздің модамен киінген екенбіз ғой. Бізге ештеңе айтпаған екен ғой, ешкім ештеңе айтпаған ғой сіздер, осы мода деп. Қазір жастармен сөйлесе алмайсың ғой. Понятно, түсініктері басқа. Цитатамен сөйлейді ғой, цитатамен. Өйткені телефонмен өсіп жатқан балдар ғой. Инстаграм, Фейсбук, тағы бірдеңелер. TikTok дегендер бар қазір. Жастармен тыңдап отырсаң, әңгімелері қызық, тос айтып тұрғанда да сөйлегенде. Жизнь дается один раз дейді. Кетшей құрсын. Не дейді? Родители не выбирают, так қояды. Қой дейді.
Баяғыда біз мақалмен сөйлейтін, қазір цитатамен сөйлейді. Жастар түсінбейсің бар ғой. Жастар былай түсіне, өзіміздің балдарымыз түсінбейміз ғой. Біз өзіміздің балдарымыз түсінбейміз. Біз балдарымыз қазір вообще басқаша бар ғой. Олардың балалық шағы басқаша. Қазір балдар бар ғой, үйге кірсең, түрлері настроение жоқ отырады ғой. Еще түрлерін көрсетіп отырады кәдімгі бар ғой. Не болды десең, скучно мне дейді. Құдайдың құтты күнінде нағыз скучно сендерге дейсің. Не болды десең, не знаю, скучно дейді. Еще көз алдында жүреді ғой әдейі. Үйдің іші оншық толып тұр. Телевизор, мультфильм жүріп жатыр. Холодильник тамаққа толып тұр. Білмеймін, скучно соларға. Не скучно деп, әрбір десе олардың көңілін тауып кетесің. Давай завтра тогда сделаем, да? Завтра пойдем туда, завтра потом поиграем. Хорошо? Сегодня нормально? Да, десе, сонда да. Ладно. Біздің кезіміз нағыз скучно ғой екен ғой, кәз. Тым жоқ қой, тым. Не телефон жоқ, не телевизор жоқ. Телевизор болатын өзі. Бірақ сағат 11-ден, таңертең 11-ден, кешкі сағат 6-ға дейін технический перерыв деген болады еді, білмеймін. Не перерыв екен білмеймін, сол сағат 11-ден бастап кешкі 5-ге дейін жұмыс істейтін уақытта. Қосып қалсаң тың деп тұрады. Бетінде штрих код па бірдеңе шығып. Еще телевизордың бетін жауып қоятын едік қой, білесіңдер ме? Әлі кружевный бірдеңелермен жауып қоясың деп, білмеймін, біреу шығып кетеді деп қорқасың ба құрсын. Сол кезде білмеймін, не түсінік деймін бе, неге жауып қойдық мен түсінбеймін, ашық тұрса да болады екен ғой. Үстіне ваза қойып қоясың еще кәдімгі бар ғой. Ол телевизордан арттарын мындай еді ғой еще. Сонда 7-8 жас оқимыз де сонда былай қарасаң. Ана балдар айтады ғой, ауылдағы балдар. Телевизордың ішінде адамдар жүреді екен десе, артында тесіктен қарайтын едік қой та. Сонда 7-8 оқимыз да, тупой болғанбыз ғой деймін де. Бізге ешкім ештеңе айтпаған ғой сонда деймін де. Сен қазіргі балаға айтшы, ана телевизордың ішінде біреулер жүреді, мынандай кішкентай адам деші. Өзің бетіңе қарап тұрады дейді. Дурак что ли деп. Қазірлерден сұрасаң, бұлар айтады, специальная студия, где там снимает, и через интернет передается, и там стоит специальная там бірдеңе тарелка. От этого приходит сигнал в телевизору, и там все каналы показывают. Они там сидят деп. Өзің дұрыстап жүреді ғой. Өзіміз ұмытып кетеміз сұрақ қойғанымызды. Уже балдардан сұрайсың уже, где сидят деп. Балдар ақылды ғой. Балдар ақылды. Сонда біз 7-8 оқимыз да тупой болғанбыз дейді. Телевизордың артында адам жүреді дегенге соған сеніп жүрдік қой. Қазіргі балдарда еще бар ғой, білесің, переходной возраст бар ғой еще. Қазіргі балдар переходной возраст бар кәдімгі. Өздерін переходной возраст екен біледі еще. Біз вообще переходной деген вообще білмей кеттік қой құрсын бар ғой. Переходной деген сөздің өзін білген жоқпыз ғой, не то что переходной деген. Оказывается, қазір 14-15 жастағы балдарды переходной возраст дейді екен, оказывается. Бізде сол кезде бұрқылдап жүрдік қой, білесіңдер ме? Оказывается, сол переходной возраст екен ғой, біз білмеппіз ғой. Нағып бізге айтпаған деймін да, сендерде переходной возраст деп. Бізде бұрқылдап, көңкілдеп жүретінбіз. Бізге переходной возраст нау деген жоқ қой. Кет бар көзің ақы, нағып жүрсің. Нағып жүріп бұрқылдап өзімен өзі. Жындадан құсап деп. Кетіп қалайын десең, жері жоқ кететін. Айналып, қораға бір жылап, сарайға барып бір жылап, қайтып келесің, бонг-бонг кетіп. Қазіргі балдарға сөз айта алмайсың, қорқасың қазір. Ойбай, қазіргі балдардың тіпті заң күшті ма? Білмеймін, өздері заң біле ме? Солай тола ма? Қазіргі балдардың ортасы үйден шығып кетпесе екен деп отырсың. Давай завтра сделаем, да, хорошо. Жаным, я тебя люблю же, мы все для тебя сделаем, мы все. Вот мы работаем для вас. Мы же все весь вечер, всю жизнь мы работаем для вас. Мы все для вас делаем. Ну что тебе вам внимание? Хорошо, купим. Деп біз бар ғой кім бол. Олар үйде отырып. Қазіргі балдар үйдің тамағын да жемейді ғой. Өздері заказымен алдырады кәдімгі. Кәдімгі есік қағып тұрады, біреу сигнал қағып тұрады, бың-бың дейді. Бір қарасаң ана сары сумкалар қалаған жігіттер келіп тұрады. Кім заказ берді десең, өздері бірде тамақтарын өздері заказ беріп, бургер, чикендерін алып, қазіргі балдарда обед, ужин деген уақыт жоқ. Любой уақытта заказ беріп, коласын ішіп, телевизор алдында отыра береді. Қазіргі балдар вообще тамақ, үйдің тамағын жеп жатқан баламыз. Біздің кезімізде вообще тамақ іштің бе деп те сұрамайды еді құрсын. Біз вообще бар ғой, туылып қалған адамдар сияқтымыз бар ғой, просто бар. Случайно өмірге келіп қалған адамдар. Случайно выросли әйтеуір, осы күнге жеттік, шүкір әйтеуір бар ғой. Сондай ұрпақпыз ба, біз залда отырғандар. Жоқ, расымен сондай ғой. Біздің кезімізде деймін де, бізге беретін тамақтар қандай еді деймін де. Бір бас жесе, бір жақсы жерін береді, құлағын береді ғой. Құлақ пластмасс, вообще дым жоқ, ет те жоқ, майда жоқ. Өздері етін жейді, сүйекті береді. Мүжік қой, әйелің әдем болады дейді. Түнімен ана сүйекпен алысып отырасың ғой.
әйелім әдем болады деп. Сосын білмеймін, бір жерлерде болды, бір жерлерде болған жоқ, білмеймін кімдерде болған. Енді бір шаш өсіретін деген болады ғой, бір шаш өсіретін деген жұлым ба, білмеймін, әйтеуір не май жоқ, не сүйек жоқ, не дәм жоқ анада. Бір резинка ма, бірдеңе, білмеймін, сол қазір бар ма, жоқ па өзі. Қазіргі малдарда бар ма, вообще көрмейсің бар ғой. Сол қай жердің жілігі, не қай жердің сіңірі өзі вообще. Білмеймін, бізге ұрып қайтын, шашың өсіреді деп лақ деді. Білмеймін, әйтеуір бастары әйтеуір. Сонда конца жақ қоясың ғой. Вообще ештеңе айтпаған ғой бізге бар ғой. Арада витамин де жоқ шығар, білмеймін, әйтеуір. До конца жақ қоясың ғой. Мықты болғанымыз бар ғой. Еще нанның қиқымына дейін жақ қоятын едік қой біздерде. Бай боласың дегенге кәдімгі. Бір жағынан қарап тұрсаң, сарап жоқ та. Сарап жоқ. Бүкіл нәрсенің бәрін кәдімгі біз жақ қоятынбыз. Қазір енді бір Аллам өзі кешірсін, қазір шелек төгіп атамыз. Қазір үйге 2 пакет тамақ алып келсең 4 пакет мусор шығады, білмеймін қайдан шығатын. Расымен сондай қазір.